Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен қауыннан қақ жасайтын боламыз. Мен осылай ірі көлемді 7 қауынды пайдаландым. Қауынымызды осылай ұзыннан кесіп алатын боламыз. Және де сыртқы қабығынан ажыратып, ортаңғы дәндерінен осы видеодағыдай етіп ажыратып алатын боламыз. Және де жаюға ыңғайлы болу үшін ортасын осылай кестім. Бұл қауында қонақ келген кездерде осы қауын қақты ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Кесілген қауындарымыз міне осындай болып шықты. Және де оларды ұзыннан осылай жайып шықтым. Бетіне өзге де нәрселер қонбас үшін, тазалық үшін мен осылай пердені, жуылған пердені кереметтей үстіне жауып қойдым. Бір апта уақыт өткен соң менде қауынымыз осылай қаққа айналды. Және де ол қақтарымызды осылай ұзыннан рет-ретімен қойып, кірді суынан арылтып жайған кездегідей етіп бұрап қағымызды осылай біріктірдім. Осы видеодағыдай етіп осылай біріктіріп алатын боламыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Арнама жаңадан қосылып жатқандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Қош сау болыңыздар.